Сәлем достар, сіздердің бірге мен Жақсыбай, және де бүгінгі қонақ менің туған інім. Келдер, Сұлтан. Сәлем. Бүгінгі видеода, в общем, пирожкидің бәрін жеп қой челлендж болады. В общем, 10 пирожки болады. 10 пирожкидің ішінде неше түрлі начинкалар болады. Тек қана 2 пирожкиде нормальный начинка болады, ол деген картошка. Қалған пирожкилерде екеуінде майонез болады, екеуінде шикі жуа болады, және де екеуінде шикі фарш болады, арасында жуасы да бар, шикі картошкасы бар, и соңғысы ол деген горчица. Самое главное, маған горчица түспесе екен. Біздер екеуміз жеп қою керекпіз, кім бірінші жеп қояды, соған деген басты приз мен деген 10 000 теңге беремін, в общем. Егер мен жеп қойсам, бірінші 10 000 теңге өзімде қалады. Егер Сұлтан сен жеп қойсаң, бұл 10 000 теңге саған жетеді. Ал енді достар, сендер ойлап қалып жүрмеңдер, неге сен ініңмен ойнап жүрсің, ініңді ұтасың ғой деп. Ініңде өзінің қарны деген менің қарнымнан көп, оның қарны бар ғой, в общем. Аппетит менен де жақсы, в общем. Достар, видео басталмай тұрып сендерге айтатыным осы каналға жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетіңдер. Ал біз видеоны жалғастырамыз. Достар, біздің алдымызда осындай пакет бар. Қазір біреуге горчица или шикі жуа, бұл бала негізі сырой жуаны жей алмайды, да? По идее, вообще жаратпайды бұл деген, бірақ 10 000 теңге үшін бәрін жейін деп тұр ғой. Неге сондай басталмайсың деп қояды жаңа маған. В общем, қазір жүрек айналса осының ішіне түкіріп тастайды, бірақ кім түкіріп тастады, сол автоматически ұтып қалды. Ойнап жатасың да? Және де бәрін жеп қойғаннан кейін аузымызды ашып көрсету керек боламыз. В общем, қазір рандомны өзіміз таңдап аламыз, біз білмейміз. Ол біреуін алады, арасынан любойын. Потом мен өзіме арасынан біреу любойын аламын. Давай таңда. Опа! Біреу. Что-то мұнда горчица бар сияқты. Білмейсің даже қандай екен, честно ғой. Вот, например, өздерің қараңдар, қайсының ішінде не бар екен білмейсің, короче. Так, менде 3. Сұлтанда 4, так, менде 4. Так, 5. Все. 5 пирожкиден алдық. Жеген кезде біздер еще айту керек, біз не жеп жатқанымызды, в общем, чтобы сендер білу үшін. И бүйтіп көрсетіп жібереміз, может, на всякий случай. Когда будешь кушать, откуси и ты и айт, короче, да? И вот так покажи, короче. Так, в общем, достар, мне көбірек су алдық, почти 0,5 литрдан. Ал енді, так, 1, 2, 3 дегеннен бастаймыз, яма? Ал енді, достар, давайте. Тоқта, чтобы аппетит қазір дерзкий болсын деп, 10 000 теңге мына жер қойып қоямыз, өсе көріп тұрсын деп. Жігітше саған беремін осы 10 000 теңге. Так, давайте, раз, 1. На скорость это? Да. Кто первый закончит, тот выиграл. Так, кеттік ал, достар, 1, 2, 3. Нет. Картоф. Сенде не опан, да? Не надо. Это не Я думал, здесь будет майонез. Өкінішке қарай, достар, менің інім қазақша сөйлей алмайды. Алдағы уақытта әлі сөйлейді деп ойладым. Соған қарағанда Все, ұтып қалдың, в общем. Сен біреуінде жеген жоқсың, мен хоть біреуін жедім, әйтеуір. Это капец. Сонымен сен Сұлтан ұтып қалдың. Мен бір пирожки жедім, ол вообще жеген жоқ. Соған қарағанда өкінішке орай, достар, осымен видео аяқталады. К сожалению, оның менің саған емес, маған өзіме келеді. Маған әйтеуір құдайға шүкір, әйтеуір картошка түсті. Енді достар, қызық болсын деп дальше қарап кетейік, кімде не болған. Мен қазір қарап жүрейін. Менде, в общем, мында дальше. Так, мұнда да картошка түскен маған. Мынаның ішінде де картошка. Так, мынаның ішінде майонез, достар. Хорошо, что мен мынаны ұстаған жоқпын. Мынаның ішінде шикі фарш. Так, и саған қып тұр да шикі фарш. Мынаның ішінде, горчица. Маған жақсы болды, маған вообще повезло. Соответственно, горчица. Хорошо, что это мынау фарш. Фарш емес, горчица. А второй лук? Мынаның ішінде қайты жуа. Бұл негізі вообще өзі жуан жаратпайтын бала. 2 жуанның бәрінде маған түскен ғой. Майонез. И фарш.
Попробуй, может. Это, Султан, сен не отчаивайся, зато я тебе даю пятюнок свой. Кел. Балақ қоямын дейсің. Молодец. Енді айтты. Келесіде чайыңды отап шығарсың да? По-любому. А? По-любому буду. Енді участвовать жоқпын, отап шығарсың да? Что это значит? А? Что это значит? Я говорю, келесіде выиграешь, да? Отасың да ты выиграешь. Ну, сейчас, да. Аха, енді достар сау болыңдар да айтып кетші. Болды. Ладно, достар, каналға жазып, коммент жазып кетіңдер. Бәрінде сау болыңдар.